Ассалаумағалейкум қазақ елі, қалдарыңыз қалай? Есімім Қалмұрат Айдынбек. Бүгінгі менің мотообзор каналыма қош келдіңіздер. Әдеттегідей бізде мотообзор. Алдында 150 куб желмаяға түсірген болатынбыз. Осы көрген кісілер бар, жаңағыдай өзінің пікірін қалдырған кісілер бар. Менің қателігімді, кемшілігімді, қалып қалған жерлерім және қолдап жатқан кісілер бар. Мыңда бір алғысымды айтам. Қателік жерлерімді түзеп, кемшілік жерлерімді жаңа толықтырып деген сияқты. Әрбір жазған адам маған маңызды. Болды. Онда біз көпке созбай, бүгінгі тақырып желмая GSX Suzuki 200 куб. Біз бастаймыз. GSX Suzuki 200 куб қып-қызыл цветін түсірейік. Әдеттегідей доңғалақтың размерінен бастаймыз. 300/18, протекторы средний, орташа, тормозы барабанмен, троспен, яғни алдыңғы вилкасы обычный, классический вилка, крылосы доңғалақтан биік, шөп ештеңе тұрып қалмайды. И темір крылосы GSX Suzuki'нің 200 кубтың. Алдыңғы жүк салғыш темір, қолдың защитасы бұда пластмасс. Келесі щиток, тахометр тоже 11-ға дейін, спидометр тоже 160-ға дейін, пробег 0. Келесі бізде бак, тоже 14 литр. Алдыңғы дугасы дейді, темір, защита, бұл жерде тоже жүк салғыш, әбет анауынан сал қоюға болады. Тормоз, аяқ тормоз, подножка, тоже стартер істемей қалса, тоже теуіп заводтауға болады. Боковой крышкасы тоже темір. Обычный жүк салғыш тоже бар. Аяқ қоятын глушитель тұр. Орындығы тоже жұмсақ, салафанмен тұр. Артқы темірлері де тоже качественно істелінген. Артқы крылоның сыртында осындай защита бар. Артқы доңғалағына келейік. Артқы доңғалағының размері 325/18, алдынан қарағанда, яғни жалпағырақ болады тоже. Амортизаторды айта кетейін. Тоже қос амортизатор, классикалық тұрғыда. Мына жерде арт жағында септі регулировка жасайтыны бар тоже. Септің защитасы бар, тоже сеп жауылып тұр полностью. Мына жерде септі ақырын жай ғана крышкасын ашып, жаңағындай отработочный майлармен майлап қоюға арнайы өзінің крышкасы бар бұл жерде. Кішкентай подножка, аяқ тірегіш, үлкен тірегіш бар. Қазір үлкен тірегіште тұр. Моторына келетін болсақ, бұл жерде цилиндр орналасқан, 200 куб деп ойып жазылып тұр. И коробканың сыртында тоже GSX Suzuki деп как бұл жазылып тұр. Бұл жерде кішкентай ненің крышкасы тұр. Бұл жерде алдындағы желмаяныкіндей коробка передачалары жазылмаған. Но ничего страшного. Тағы да бір айта кететін жайт, қазіргі уақытта осы GSX Suzuki'нің подделка түрлері шығып жатыр. Абайлаңыздар, алдыңғы крылосы, боковойлары, боковой крышкасы бәрі пластмасс болып жатыр. Және мына моторы подделка. Мынандай жазу жоқ GS Suzuki деген.
не жоқ, ойып жазылмаған коробкасында. Тек қана мынандай жазу болды. Черный качествосы нақ оригинал GSX-терден қарағанда нашар. Тағы да мотордың защитасы бар. Осы жолғы GSX Suzuki'дің түсірілім уақыты біраз болсын аз болды. Себебі алдында желмаямен екеуінің айырмашылығы, біраз болсын айта кетейін, желмая 150 коппен GSX Suzuki 200 коптың. Алдында желмая 150 копта комплектациясы көп болды. Осы GSX Suzuki'де түсірілген кезде комплектациясы туралы вообще сөз болған жоқ. Міне енді айтайын деп отырмын. Неге? Өйткені GSX Suzuki'дің комплектациясында каска немесе магнитофон ғана жүреді. Ал желмаяда жаңағы кешегі өзіңіз көріп өткендей комплектациялары біраз болсын көп. Және де бұл GSX Suzuki 200 коппен желмая 150 коптың бағасын айта кетейін. GSX Suzuki'дің қазіргі нарықтағы бағасы 350 мың теңгені құрап отыр. Бұл тұрақты баға емес. Мысалы, менде 350 мың тұратын болса, бір жерде де 360 мың деген сияқты. Бұл Алматының бағасы. Ал әр өңірде әр қандай баға тұр. Көктемнің кезінде біраз болсын бағасы қосылады және қымбаттайды. Бұны күздің кезінде, қыстың кезінде алып алған өте дұрыс болады. Ал желмая 150 коптың бағасы 380 мың теңгені құрайды. Өйткені ол заказбен және арнайы мықты компаниядан шығады. Качествосы да жақсы, берілу жаңа гарантиясы да біраз болсын сенімді түрде беріледі, чем GSX Suzuki'дан қарағанда. Бірақ GSX Suzuki соған қарамастан нашар бір мотоцикл деп те айта алмаймын. Өйткені тартысы, күші жағынан, бәр жағынан бұл да если подделка жағына жолығып қалмасаңыз, бұл тоже жақсы мотоцикл болып саналады. Сондықтан қалай? Не болды қайта-қайта бізді мазалап? Нормально түсіндіріп айтырмын ғой. Аяғына дейін жақындап қалдық. Қайта-қайта мешайт етіп жатыр. Өткенде сіздер желмая 150 копта түсірілген кезде комментарияның арасынан қарап отырсақ, мына жерде көріп отырсаңыздар, қыздырып қарашы, тест-драйв түсірші деген комментариялар көп болды. Сондықтан бүгін сол кемшілігімнің орнын толтырып, осы GSX Suzuki 200 копты қыздырып қарап сіздерге жүргізіп көрсететін боламын. Суығына қарамастан сіздерге кішігірім тест-драйв болмаса да бір соңына келе осыны завайттап көрсетіп жүрейін жүргізіп. Желмая GSX Suzuki 200 коп. Мощный. Главный, нормальный качествосын алсаңыздар болды. Подделкалар жүріп жатыр, абайлаңыздар.